Қазақтың жері Ресейдің сыйлығы екен. Бұны Ресейдің мемлекеттік дума депутатының өзі мәлімдеді. Мемлекеттік дума депутаты орыстардың Евгений Федоров деген адам осындай мәлімдеме жасады. Жай саясаттанушы емес, белгілі бір ойын ашық айтып жүрген адам емес, бұл мемлекеттің қызметін атқарып отырған адам. Оның не мақсаты, не көздеген жоспарлары бар. Кремльдің қандай саясаты болуы мүмкін алдағы уақыттары. Неге қазақтың жеріне қайтадан тиісе бастады? Себебі Қазақстанның жері бір кездері біз Ресейден сыйлыққа подаркиге алған екенбіз, депутаттың сөзіне қарағанда. Бұл мәлімдеме бүкіл елдің ашу-ызасын туғызып жатыр. Алдымен депутаттың жасаған мәлімдемесін оқып берейін. Содан кейін тақырыпты тарқатып айтатын боламыз. Қазақстан 1991 жылы құрылған кезде өзінің бүкіл аумағын Ресейден сыйлық ретінде алды. Себебі КСРО құрамынан одақтас республиканың шығуына байланысты мәселелерді реттейтін номері 1409 бір заңына сәйкес бір республикадан екіншісіне аумақ өтуі тиіс болған жағдайда келіссөздер жүргізілуі керек еді. Бұл жағдайда ондай келіссөздер болған жоқ. Елдің өзі тамаша, бірақ сыйлық фактісі де бар. Мен тек соны айттым. Қазақстанда біреулер бұған ренжіген сияқты, бірақ сыйлық үшін ренжудің қажеті не? Бұл шындық деген болатын. Яғни Ресейдің енді мемлекеттік думалары қазақтың жерін, былайша айтқанда, ашық түрде сынға ала бастады. Біздің белгілі бір уақыттары берген сыйлығымыз деп отыр. Расында да солай ма? Қоғам белсенділері, қазақтың тарихшылары, көзі ашық зиялы қауым өкілдері бұған жауапты береді. Бұған дейін де беріп келе жатыр. Естеріңізде болса, Путиннің қазақта мемлекеттілік болмағаны, шекараның болмағанына байланысты мәлімдемелер жасауы, Ресей депутаттарының және Кремль саясаткерлерінің жасаған мәлімдемелеріне қарсы қазақтардың тарапынан да осындай ашық қарсылықтар білдірілген еді. Тарихшылар да өз жауаптарын берді. Бірақ енді Ресейдің мемлекеттік думасының депутаттары қазақтың жеріне бұлай тиісуі бұл жайдан жай болып жатқан жайлар емес. Қазіргі кезде Ресей мен Украинаның арасындағы соғыстың қалай жүріп жатқан өздеріңізде жақсы білесіздер. Соғыс 3 жылдан астам уақытқа созылды, бірақ қанды қырғын әлі тоқтаған жоқ. Сонда Ресейдің не көздегені бар алдағы уақыттар, не себепті қазақтың жеріне тиісе бастады енді? Бұған меніңше қоғам белсенділерінен бөлек Тоқаевтың өзі, яғни Тоқаев және оның айналасындағы мемлекеттік қызметкерлер ашық түрде мемлекеттің атынан белгілі бір жауапты беру керек. Жақында 9 мамыр жеңіс мейрамы келе жатыр. Мәскеуде Кремльдің ұйымдастыруымен өткелі жатқан парадқа қатысады. Сонда бір ауыз сөз айтып болсын, не болмаса мемлекеттің атынан үлкен бір нота жіберу керек сияқты. Әйтпесе қоғам белсенділері үнемі ол нәрсені айтады, бірақ билік тарапынан ашық қарсылық білдірілмейінше бұндай депутаттар айтуын тоқтатпайтындай. Бұл кезге дейін айтты, енді алдағы уақыттар айта береді. Және алдағы уақыттары айтып қана қоймай, қандай да бір әрекетке бару да мүмкін. Кім біледі? Өйткені тұтас егеменді елдің бұндай шекарасына тиісуі басқа елдің қоғамдық ортада өз ойын ашық айтып жүрген адамдардың емес, мемлекеттік қызметте істейтін адамдардың бұндай мәлімдеме жасауы бұл жайдан жай нәрсе емес. Ақорда бұған ресми түрде өз жауабын беру керек.